Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бұл біздің канал. Каналға жазылып, лайк басып, қоңырау батырмасын басып қоямыз. Бүгінгі бізде тақырып электромагниттік индукция құбылысы. Осы тақырыпқа эксперимент жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қарапайым тізбек қажет. Яғни шам, бірнеше орамнан тұратын сым және тұрақты магнит қажет. Бізде білетініміздей формула эпсилон тең дельта фи бөлінген дельта т. Бұл тәжірибені алғаш Фарадей жасаған болатын. Яғни орам сымның ішінен үнемі тұрақты магнитті өзгертіп отыратын болсақ, тізбектің бойына ток жүретін болады. Бұл токты айнымалы ток деп атап кеткен болатын. Өзіміз көріп отқандай, тұрақты магниттің полюстарын өзгерткен сайын вольтметрдің тілшелерін ауытқуын көріп отырмыз. Орамға тұрақты магнит, яғни S полюспен енетін болса, біз білеміз, тұрақты магнит индукциясының векторы N-нен S-ке өтетін. Біз тұрақты магнитті орамның ішіне солдан оңға, оңнан солға шығарған сайын бізде лампаның жанып өшіп тұрғанын байқап тұрмыз. Неге? Себебі үнемі магнит ағынның өзгерісіне байланысты нәтижесінде ток пайда болады. Магнит егер орам санына енетін болса, оңға қарай ауытқиды, ал шығаратын болса, солға қарай ауытқиды. Демек, біз Ленц ережесін осы жерден шығаруға болатынын білеміз. Орам бойында пайда болған электр қозғаушы күші өзін туындатқан магнит индукция векторына немесе магнит ағынына қарсы бағытталады. Сол үшін де электромагниттік индукция заңында минус көрсетілген. Сол себепті біз эпсилон тең дельта фи бөлінген дельта т деп аламыз. Жақсы, солай болатын болса, пайда болған токтың орам санына тәуелділігін зерттейік. Екі орам аламыз. Біз вольтметрді бақылаймыз және шамның жануын бақылайық. Біз вольтметрді бақылайық және орам санын бақылайық. Бұл жерде бізде орам саны аз болған сайын лампаның жануы және вольтметрдегі тілшенің қозғалуы баяу, ал орам саны көбейген сайын шамның жануы жылдам және күші көп, және вольтметрдің тілшесі де жылдам екенін байқап тұрмыз. Электромагниттік индукция заңы бойынша біз катушканың орам санына көбейтіндісі электр қозғаушы күшінің тура пропорционал екенін біліп отырмыз. Біз орам санының аз болған сайын жарық шамның жануы аз болып тұрған көріп тұрмыз, ал орам санының көбейген сайын жарық шамның жануы көп болып тұрған көріп тұрмыз. Енді күш сызықтарымен бақылап көрейік. Енгізген кезде күш сызықтары көбейді. Магнит индукция векторының шығарған кезде ауданнан азайғанын көріп отырмыз. Электромагниттік индукция дегеніміз магнит ағынының өзгерісі нәтижесінде тізбекте электромагнетизмнің қозғаушы күшінің туындауын көріп отырмыз.